Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз бірінші тоқсанның тжб-сын талдайтын боламыз. Бірінші есеп азайтуды орындаңыз. Бұл жерде аралас сандар берілген, аралас сандарды азайту және байқап тұрсақ, екеуінің таңбасы бірдей. Қалай жасаймыз? Минус 3,6-дан 5-ті жазып қоямын. Минус пен минус плюс болады. 2,6-дан 3 тең болады. Енді таңбалар әртүрлі болды. Таңбалар әртүрлі, аралас сандарды қосу. 5-ші сыныпта өткендегідей бүтін бөлігінен бүтін бөлігін, бөлшек бөлігінен бөлшек бөлігін азайтамыз. Таңбасы бізде қайсының модулі үлкен, соның таңбасы қойылады. Минус 3 қосу 2 қосамыз. Минус 6-дан 5, немесе тіпті былай да жазуға болады. Қосу 6-дан 3. Орындарын ауыстырып та жазуға болады, егер ыңғайлы болса. Минус 3 плюс 2 бұл бізде минус 1-ді береді. Минус 6-дан 5 плюс 6-дан 3 ол минус 6-дан 2. Немесе минус 1,3-тен 1. 6 мен 2-ні қысқартып жібереміз. Минус 1,3-тен 1. Келесі есеп. Координаталық түзуде санақ басынан 4 бірлік сол бағытта, А нүктесі және 5 бірлік оң бағытта В нүктесі орналасқан. АВ кесіндісінің арақашықтығын табыңыз. Координаталық түзу сызамыз. Санақ басы 0, О нүктесі. Координаталық түзуде санақ басынан 4 бірлік сол бағытта. 1, 2, 3, 4. А нүктесі. Және 5 бірлік оң бағытта В нүктесі. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни осы екеуінің арақашықтығын табуымыз керек. АВ кесіндісінің арақашықтығы 4-ке қосамыз 5. Мына жақта минус 4 болады ғой. Бірақ біз модулін аламыз. Бұлай жазып қояйық. Минус 4, 5, минус 4, 4. Қосу 5 тең болады 9. Яғни АВ кесіндісінің ұзындығы 9-ға тең. Келесі үшінші есеп. Қайсар масштабы 1,45. 1,45 болатындай етіп, ауылдағы мәдениет үйінің макетін жасады. Макеттің биіктігін 20 см деп алып, мәдениет үйінің нақты биіктігін табыңыз. Макет 20 см. 1,45 дегеніміз, оқушылар, біздің жаңағы шын мәніндегі мәдениет үйінің биіктігі ол 45 есе кішірейтілді деген сөз. Олай болса, 20 см-ді көбейтеміз 45-ке. 900 шығатты. 900 сантиметр. Метрға айналдыру үшін 1 метрда 100 сантиметр бар екен білесіздер. Олай болса, бұл 9 метр. Шын мәніндегі мәдениет үйінің биіктігі 9 метр. Төртінші есеп. 6 сырлаушы мектеп бөлмелерінің қабырғаларын 24 күнде сырлап бітіреді. Жұмысты 18 күнде аяқтау үшін тағы неше сырлаушы қажет? 6 сырлаушы 24 күн. Ал неше сырлаушы 18 күнде бітіреді. Бұл бізде кері пропорция, себебі көп сырлаушы болған сайын күннің саны азаяды. Сондықтан x-ті табу үшін 6-ны 24-ке көбейтіп 18-ге бөлеміз. 6 мен 18-ді қысқартамын, 3 пен 24-ті қысқартамын, 8. Сонда бізге 8 сырлаушы керек 18 күнде бітіру үшін. Бесінші есеп. Саудагер күнделікті пайдасын плюс, ал шығынын минус таңбасын пайдаланып төмендегідей тізімдеді. Саудагердің 10 күндегі жалпы пайдасы қанша? Тек пайдасы дегендіктен мына плюстарды қосып шығамыз. 500, 5600, оған қосамын 1000, қосамын 3400, қосамын 4200, мына жерде 4800 бар екен. Қанша болады? 5600, 3400, 9000 да? 9000 қосамын 1000. Қосу. Мына екеуі бізде тағы да 9000-ді береді. Сонда 18, 19000. Пайдасы 19000.
Енді шығынын есептейік. Так, 1200, 2300, 3100, 1900, 2500. Жерге жазам. 1200. 1200-ге 2300 қосамын. 3500, 3100, 1900, 4000, 5000 және 2500 қосамын. Так, 4, 6, 11000. Шығыны 11000. Пайдасы мен шығынының қосындысы неге тең? 19000 қосамын минус 11000. Бұл шығын ғой. Так, қосындысы сонда 8000 болады. Ол осы 10 күнде пайдаға қалды ма, әлде шығынға ұшырады ма? Яғни 19000 мен 11000-ді салыстырасыздар да, минус 11000. Бұл бізде пайдаға қалды. Себебі 8000 болса да пайдамыз бар. 8000 пайда. Яғни мына жерде пайдаға қалғанын табуымыз керек. Ұзындығы 31,4 метр болатын шеңбермен шектелген гүлзардың ауданы. Ұзындығы С тең болады 31,4. Гүлзардың ауданы шеңбермен шектелгендігі деп айтқандықтан біз дөңгелектің ауданын табамыз. Мына жерден ұзындығын табу формуласы 2πr, бұдан r-ді табатын болсам, 31,4-ті 2 көбейту 3,14-ке бөлеміз. Так, немесе 31,4, 6,128. 5-ке тең болды. Сонда s тең болады. Пи көбейту 5-тің квадраты 25, 25π. Жауабын жазып қоясыздар, 25π. Немесе пидің орнына тағы да 3,14-ті қойып есептеуге де болады. Соңғы есеп 17-ші халықаралық жәутік олимпиадасына 90 қатысушы жоғары деңгейдегі марапаттарға ие болды. Бұлар барлық қатысушылардың 9%-ын құрайды. Олимпиадаға неше оқушы қатысқан табыңыз. Бұл жерде 90 қатысушы 9%-ын құрап тұр. Олай болса барлығы қанша екенін табуымыз керек. X тең болады. 90-ды, яғни пропорция құрдық. 90-ды 100-ге көбейтіп 9-ға бөлеміз. Сонда барлығы 1000 қатысушы екен. Жауабын жазып қоямыз. 1000 қатысушы немесе 1000 оқушы деп. Осымен біз 6-шы сыныптың 1-ші 90-дық жиынтық бағалау есептерін талдауды аяқтадық.